Бір күнде қаланың құты қашты. Таразда дүлей дауылдың салдарынан қос бірдей азамат опат болды. Құрылыс алаңындағы бастырманың төбесінде жүрген екі жұмысшыны шатырмен қоса жел ұшырып әкетіп, төбе жабындысы электр сымына құлаған. Сөйтіп екі жұмысшы тоққа түсіп өлген. Енді дауылды күні қызметкерлерін жұмысқа салған прораб жауапқа тартылуы мүмкін. Дерекке қатысты іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Кеше секундына 27 метрге дейін соққан дүлей дауыл шаһардың астан-кестеңін шығарды. Жойқын жел білім ошағы салынып жатқан мына құрылыс алаңындағы бастырманың шатырын ұшырып әкете жаздаған. Осы мезетте прораб жұмысшыларға жабындыны мықтылап бекітуін тапсырып, төбесіне шығарып жіберіпті. Алайда екпінді жел екі адаммен қоса шатырды көтеріп, электр бағанасына аударып түсірген. Мынандай жуандықтағы балка қоямыз 6-7 метрлік. Соның төбесіне қоямыз, бөлесін. Екіншісін қойып көтеріп жатқан кезде листі ұшып, екі тоққа тиеді, екі тоқтан жарқыл шығады, кәдімгі не болды, үспіска болды. Жарқыл шығады, жүріп келгенше осындай оқиға болды. Жоламанның айтуынша басшылары дауылға қарамастан 5 адамды шатырды жөндеуге мәжбүрлеген. Құдай сақтап, үшеуі жерге түсіп үлгерген. Ал 24 жастағы азамат пен 53 жастағы кісі жоғарыда қалып кеткен. Екеуі де жуырда ғана компанияға жұмысқа орналасқан екен. Қаза болған Сәкен Наржановтың баласы. Фирма өкілдері әкемді қолдап өлтірді деп отыр. Сондықтан кінәлілерді жауапқа тартқызбақ. Конечно, адам фактор. Енді дауыл тұрып тұрған кезде ешқандай жерде жұмыс еткізбейді ғой. Техника безопасность болмаған күнде де ешкім бұндай жел дауылда ешқандай жұмыс алдын ала ескерту берілді ғой ол. Ондай кезде бәрін қайтарып жіберу керек ондай кезде. Мынаның бәрі әшейін өтірік тұрған нәрсе ғой, бұның бәрі ұшады ғой желден. Кінәлілерді жазалау керек қой? Әрине кінәлі жазалау керек қой. Адам өлтіріп қой, бір үйдің асырап отқан адамы ғой. Қазір осы дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталған. Ал мұнда құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан Құрылыс ТЭД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі прорабын орнынан табу мүмкін болмады. Мұнда өзін фирма менеджерімін деген мына азамат қана жүр. Алайда оның жауабы көрмедім, білмедімнен әрі аспады. Нет, застройка нет вообще. Здесь есть главный инженер, сейчас у него с ним переговорить. Я не знаю, я только приехал. Сейчас разберемся. Потом я могу ответить на все ваши вопросы. Осылайша бір күнде қос бірдей отбасының бірі асыраушысынан, енді бірі өрімдей жас ұлынан айырылып қалды. Қазір облыс әкімінің бірінші орынбасары төрағалық ететін арнайы комиссия құрылыпты. Айта кету керек, шаһарда кешегі жойқын желден жалпы 5 адам зардап шеккен. Белгілі болғаны екі тұрғынның үстіне темір қақпа құлаған. Біреуі ауыр жарақат алыпты. Тағы бір 11 жастағы бала құлаған талдың астында қалып ауруханаға түскен. Рахат Күзберген, Шыңғысхан Кеңесхан, Нұрлан Оспаналы, Жеті Ньюс.